Достар, естімеген елде көп деп, шынымен де мен қайнаған суға осындай қып-қызыл әдемі үлпілдек болып пісетін нанды жауып алдым. Достар, сіздерге рецептімді міндетті түрде бөлсем, егерде нанды қалай жасап, қалай қайнаған суда пісіргенімді көргілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін көріп тамашалаңыздар. Және достар, өз ойларыңызды қалдырып, лайк басып, комментария жазып қойды ұмытпаңыздар. Алдыменен менің арнама подписация жасап, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Достар, алдағы уақытта бұдан да керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Достар, осы нанның ерекшелігі өте жұмсақ болып, қанша күн тұрса да еш уақытта қатпайды, және де бетіне жұмыртқа, май жағудың қажеті жоқ. Өзі осылай қып-қызыл болып, әдемі болып пісетін болады. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, әрі міне видеода көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ болады. Достар, менің ата-анама, отбасыма өте қатты ұнады. Достар, жұмсақ, базардағы лепешка нан сияқты өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Достар, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Енді нанымызды жасауға кірісетін боламыз. Осылайша жылы суымызға тұзымызды салып, жақсылап араластырып ерітіп аламыз. Достар, менің тұзым кішкене азы болып, үстіне тағы да кішкене тұз салдым. Достар, барлық ингредиенттерін осы видеоның төменгі жағындағы описание дейтін бөлімге қалдыратын боламын. Достар, енді осылай тұз бен суымызды араластырып алдық. Енді оның үстіне шекеріміз 3 ас қасық шекеріміз, яғни сахарымызды салып алатын боламыз. Осылайша 3 ас қасық шекерімді салып, оны да жақсылап суға ерітіп алатын боламыз. Суымыз жылы болу керек, кішкене жылыдан да сәл жоғары температурада болу керек, себебі қамырымыз ашуы үшін. Достар, осылайша шекерімді салып жақсылап сумен араластырып алып, үстінен осылай 50 грамм сұйық майымды, яғни тамаққа қосатын сұйық майымызды құйып, оны да араластырып аламыз. Достар, енді осы құйылған сұйық майдың үстінен осылайша мен дрожжымды осылай ыдысқа салып қоямын. Осы дрожжымнан 1 чайный ложка дрожжымды саламын. Егерде қамырым тез ашсын, тез дайын болсын дейтін болсаңыздар, 1 ас қасық салсаңыздар болады. Достар, мен 1 чайный ложка салдым. 1 чайный ложка салып, міне көріп тұрғандарыңыздай дрожжымды салып алдым. Енді осы дрожжымызды жақсылап қолымыздың көмегімен араластырып алатын боламыз. Достар, міне 1,5 чайный ложка, яғни жаңа 1 чайный ложка дрожжымды толтырып алмағаннан соң үстіне тағы кішкене салып жібердім. Достар, осылайша жақсылап дрожжымызды араластырып аламыз. Енді оның үстінен осылай електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Достар, ұнымыз міндетті түрде електен өткен болуы керек. Әр нәрсені пісірерден алдын осылай ұндарыңызды електен өткізіп алыңыздар. Себебі електен өткізілген ұнымыз біздің қамырымыздың жақсы болып көтерілуі үшін, әрі сапасы да өте жақсы болып пісетін болады. Достар, осылайша ұнымды електен өткізіп, осылай қолымның көмегімен жұмсақ қамыр елеп, бетін жауып ашытуға қойып қойдым. Достар, міне менің қамырым ашып шықты. Мен жаңа бір қайтарып алып қойған болатынмын. Достар, ол жерін видеоға түсірмеппін. Міне ашыған қамырымды мен осылай негізінде 6-7 бөлікке бөліп алған едім. Қалған бөліктеріне бауырсақтарымды пісіріп алдым. Бауырсақ пісірсеңіздер тіптен вообще керемет болады. Достар, мен осылайша қалған қамырымды осылай зубалай етіп, осылай нанымды жасап алып, бетін 10 минутқа жауып қойдым. Кішкене көпсіп өзіне келу үшін одан алдын газымызге суды осылай қойып қайнатуға қойып қоямыз. Менің осылай суым қайнап қалған. Енді осылай пищевой содамыздың үлкен ас қасықпен осылайша 1 ас қасық пищевой содамызды суға қосып жақсылап араластырып аламыз. Енді осы суымызға нанымызды салып аламыз. Достар, міне дәл көріп тұрғандарыңыздай осылай етіп саласыздар. Ешқайда ағып кетпейді нанымыз. Мен міне екінші бөлшегіне ауыстырып алдым. Достар, себебі міне беті қызарып, өзі пищевая сода салғаннан соң нанымыздың өзі қызарады. Кем дегенде 10 минут осылай суда ұстайсыздар. Достар, нанды екі бетін аударып, бірінші бетін 5 минут, екінші бетін 5 минут қойып осылайша пісіріп аламыз. Енді осы пісіріп алған нанымызды осылай астына пергамент қағаз төсеп, листіміздің үстіне бетіне қалағанша күнжіттеріңізді, не болмаса маған ұқсап күнжіт болмаса мақ сеусеңіздер болады. Және әсет пешімізге 5-10 минутқа қойып осылайша кішкене қызартып аламыз. Достар, ішінің бәрі толықтай піскен. Менің наным осылай дайын болды. Достар, міндетті түрде
жасап көруге кеңес беремін достар. Егер де менің видеом ұнаған болса, маған лайк басып және комментарий жазып қойды ұмытпаңыздар. Менің инста парақшама тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде осы инста парақшамның жазылған бойынша тиктокқа кірсеңіздер, ол жерде де түрлі осылай достар қызықты рецепттермен бөлісетін боламын достар. Міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Ең алдыменен осы менің YouTube каналыма подписация жасап және қоңыраушада белгісін басып қойыңыздар достар. Алдағы уақытта бұдан да керемет рецепттерімді салған уақытта сіздер бірінші болып көретін боласыздар достар. Міндетті түрде менің арнама подписация жасап қоңыраушаны басып, менің қазақша контентімнің дамуына үлес қоса кетіңіздер достар. Осылай жұмсақ, базардағы наннан да кем түспейтін, өте жоғары болып дайындалатын осылай нанымызды міндетті түрде жасап көріңіздер достар, және отбасыларыңызды қуантыңыздар дегім келеді. Сіздермен бірге болған Алмагүл ас болсын.